Қазақ халқының мақал-мәтелдері, пословицы и поговорки казахского народа. Тәрбие, үлгі, өнеге. Воспитание, пример, подражание. Бала тәрбиесі бесіктен. Воспитание ребенка начинается в колыбели. Әдепті бала, арлы бала, әдепсіз бала, сорлы бала. Воспитание ребенка – его счастье. Невоспитанность – его же несчастье. Жаны сұлудың тәні сұлу, душой красивый и телом красив. Ұлын өссе, ұлы жақсымен ауылдас бол. Қызын өссе, қызы жақсымен ауылдас бол. Если сын растет, дружи с тем, у кого сын воспитан. Если дочь растет, дружи с тем, у кого дочь воспитана. Жақсылық екен алғы салады. Сеющий добро благодарность пожинает. Сын түзелмей, мін түзелмейді. Пока недостатки не исправишь, порядка не наведешь. Ұлы жол үйіннің табалдырығынан басталады. Дорогам свершений начала, порог отчего дома. Үлкен бастар, кіші қостар. Старшее поколение начинает, младшее продолжает. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Птенец, оперившись, повторяет то, чему научился в гнезде. Әдепсіз өскен адамнан тәртіппен өскен тал жақсы. Плохо воспитанный человек не стоит хорошо ухоженного дерева. Ақылдылық – ақмақтық, глупость. Ақыл – алтын сандық, адамна қарай ашылар. Мудрость – сундук золотой, который не каждому открывается. Адам ақылымен бай, жер дақылымен бай. Богатство человека – богатство земли – хлеб. Ұлық болсан, кішік бол. Если умен, будь еще и прост. Ашу тасады, ақыл басады. Гнев от злости кипит, его успокаивает. Ымға түсінбеген, дымға түсінбейді. Кто намека не понимает, тот и сказанное прямо не поймет. Жақсыға шан жуымас, жаманға жан жуымас. К умному человеку пыль не пристает, глупому ни одна душа не подойдет. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды. Когда друзей много, враг не страшен. Когда ума много, спор не страшен. Жақсыға айтсан білер, жаманға айтсан күлер. Умный за совет поблагодарит, глупый насмешкой ответит. Ақыл – байлық, азбас байлық. Богатство неиссякаемое. Жақсы сөзінді сыйлар. Умный умеет уважать чужое слово. Адамға ақыл көптік қылмайды. Лишний никому не в избыток.